Сәлем, Алихан. Сен үйде жалғыз қалғанда өрт шықса, не істеу керегін білесің бе? Білмесең, мен айтайын. Өрт шыққанды байқасаң, алдымен телефонды қолға алып, құтқарушылар каналына және ата-анаңа хабарлас. Алихан, сен өртті өзің сөндіре алмауың мүмкін. Сондықтан өрт шықса тезірек қауіпсіз жерге кетуге тырыс. Тек терезені ашушы болма. Өйткені өрт күшейіп кетуі ықтимал. Мүмкіндік болса техникаларды тоқ көздерінен ажыратып шық. Сыртқа шығарда абай бол. Өйткені оттегі әсерінен жалын шарпуы мүмкін. Егер үстіңдегі киім өртеніп жатса, дереу жамылғы қолдан, немесе жерге ауна. Тек жүгірме, өйткені жүгірген кезде өрт ұлғая түседі. Түтін қалың болса, міндетті түрде дымқыл шүперекті мұрныңа қойып демал. Және ғимараттан шығарда еңбектеп немесе еңкейіп шығуға тырыс. Өйткені өрт кезінде бөлменің төмен жағында оттегі көбірек болады. Өрт тілсіз жау. Оны алдын ала болжау қиын. Сондықтан сақ бол, балақай.